Барлығына сәлем. Бүгінгі тақырып Жұмабай Шаяхметовтың қоғамдық саяси қызметі. Жалпы Жұмабай Шаяхметов 1902-1966 жыл аралығында өмір сүрген кеңестік мемлекет және партия қайраткері болып табылады. Ол 1946-54 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарған. Оның ішкі істер органдарындағы қызметі Шаяхметов еңбек жолын ішкі істер органдарында бастап, жедел уәкілдің көмекшісінен облыстық басқарма бастығынан орынбасарына дейін көтерілген болатын. Партиялық қызметін айтатын болсақ, партиялық қызметі 1938-1954 жыл аралығында болған. 1938 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің үшінші хатшысы болып сайланып, бір жылдан кейін екінші хатшы лауазымына көтерілді. Ол 1946 жылы бірінші хатшы болып тағайындалып, бұл қызметті 1954 жылға дейін атқарды. Оның басшылығымен республикада өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, ғылым және мәдениет салаларында маңызды өзгерістер жүзеге асырылды. Шаяхметовтың басшылығымен Қазақстанда соғыстан кейінгі қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық салалары дамыды. 1946 жылы Қазақстан КСР ғылым академиясы құрылып, жоғары оқу орындарының ғылыми-техникалық базасы нығайтылды. Сонымен қатар, мәдениет пен спорт салаларында да маңызды жобалар іске асырылды. Мысал айта кететін болсақ, Медеу, мұз айдыны және Шымбұлақ спорт базасының салынуын айтсақ болады. Ахметова, Григорьев, Жұмабай Шаяхметов және оның дәуірі. Бұл кітапта Шаяхметовтың өмірі мен қызметі, сондай-ақ оның Қазақстанның саяси және экономикалық дамуына қосқан үлесі талданады.